Ассалаумағалейкум, армысыздар. Елдікті ту еткен ер қазақтың ұл-қыздары, санаға сәуленің құрметті көрермендері. Келіп жеткен әз Наурыз мерекеміз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ та жол болсын. Бүкіл әлем бейбіт, тыныш болсын. Ұрыс, соғыстан, зелзаладан, індеттен Алла сақтасын. Әр жылғы Наурыздан Наурызға төрт қара көзіміз түгел аман-есен жете беруімізді Алла нәсіп қылсын. Еліміздің іргесі тыныш болсын. Ел шеті жаусыз, ел іші даусыз болсын, ағайындар. Енді біздің ең ұлық мерекеміз осы әз Наурыз, жаңа жылымыз. Шынымен де мұны табиғатпен тыныстас жасаған бабаларымыз бағзы замандақ жылдың басы осы 21-нен 22-сіне қараған Наурыздың күнмен түн теңелген осы күнін жыл басы етіп белгілеп алған. Және осыдан кейін нағыз көктем туып, біздің ата-бабамыз қоныстаған осы ұлан-байтақ даламыздың батыс жағасында болсын, көктемнің алғашқы жылымық лебі есіп, оңтүстік жағында мынау ауа райы қолайлы жерлерде өлі бәйшешек гүлдеп бастап, жер ашылып көгерген еді. Содан ары қарай малдың аузы көкке, адамның аузы аққа жараған. Бүкіл жәндіктерден тартып, жан-жануарлар осы қысты артқа тастап, жаңа жылға қадам басқан осы керемет шақ. Бұл өзі табиғаттың периодты, мынау маусымның басы осы ғой. Жаңа тірлік өмірге келетін, жан-жануар төлдейтін, табиғат түлейтін мезгіл. Енді достан артық қалай жыл басы болсын. Біздің енді бұл жаңаша жыл санау бойынша шыршалатып жүрген жаңа жылымыз ол жылдың соңы, нағыз қақаған қыстың кезі. Ол табиғат заңына сай емес. Сондықтан да оны жыл басы деп айтудың өзі артық және қисынға сыймайды. Енді оны әлем бойынша әйтеу календрдің ауысуы жыл басы деп тойлайды дегенмен де, нағыз жыл басы осы әз Наурыз біздің жаңа жылымыз. Енді бұл Наурыз деген сөздің өзін парсыдан келген, жаңа ырыз деген ол анау күн, жаңа күн, сол парсыдан келген деп айтады екен. Енді кейбір тарихшыларымыздан келіспейді. Олай емес. Бұл бір жаңа күн ғана емес. Бізде нағыз жыл басы бұл амал. Қазақ үшін тарихта. Батыста бізде ағайындарымыз 14 Наурыздан бастап көрісуде күні болады. Бірімен бірі құшақтасып қауышып, жас кәрісі бар, қыстан қырынан аман есен өткендігіне, осы күнге аман жеткеніне шүкір айтысады. Сөйтіп бір-бірін іздеп, алыс жуықтағы ағайындар сондай жат-жадыманан бір құшақтасып көрсетеді. Содан ары қарай барып басталып кетеді. Енді бұл енді бұрын қазақ даласында жалпы беттік болған жағдай. Тіпті ескі ай бойынша Наурыз бұл енді осы жаңа ай санаудың ақпан айының 20-ларынан кейін басталып кеткен. Біздің бала күнімізде де сол ауылымызда Алтайда 20 ақпаннан кейін Наурызды тойлай беретін. Ол айға жалғасатын. Көп көже деп басталатын еді. Көрісудің басы сол емес пе? Бұл амал, бұл осы біздің арғы түркі бабаларымыздан бастау алған, сосын әлемге тараған, оны парсылар бізден ары қарай жалғастырып тойлаған деуге толық негіз бар.
Біз одан енді көз жазып қалдық та, содан кейін жаңағы басқалардан бізге келді дегендей болып тұр. Оны енді жаңағы орыс заманында бұл қатты шектеу ұшырады ғой, енді ескінің салты діни элемент алатын, түс алатын мереке деп шектеп 60 қанша жыл тойланбаған. Оны атқан міндер мықты ағаларымыздан Өзбекалы Жәнібеков, сол кездегі мәдениет министрі, ақын қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов ағаларымыз бұны шырпыр болып жүріп қайтадан халықпен қауыштырды. 1989 жылдан бастап тойланып келеді. Мінекей 35 жыл біздің елімізде тойлануда. Және бұл Орта Азияда, сондай-ақ Түркия, Иран, осы таяу шығыста жалпы тойланады. Енді Тәжікстан, мына бізден де Өзбекстан, Қырғызстан ағайындар олар да қосылып Наурыз мерекесін кейін тойлап келе жатыр. Бұл ұлық мереке, бұны Бірлескен Ұлттар ұйымында өзі 2010 жылы ресми түрде халықаралық мереке ретінде белгілеген. Мұны 300 миллион халық тойлайды екен, көрдіңіз бе? Бұл үлкен әлемдік мерекеге айналды. Енді осы дәл бүгін міне 2024 жыл 21 наурыз, ал енді нағында жылдың басы. Осы орайда сіз жалпыларыңызда мерекемен құттықтай отырып, осы жыл басы туралы, Наурыз туралы жазған өлеңімді оқып беруге, сол арқылы сөзімді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Наурыз жаңа жыл. Жусан бөртіп бөленетін дала гүл, табиғаттың жаңа беті, жаңа жыр. Міне нағыз мезгіл мынау мереке, жылдың басы, Наурыз жаңа жыл. Тұмса дала тыныс алып тереңнен, туса жаңа тың тірліктер өлермен. Міне ғажап табиғаттың төл заңа, дәл осы күн күнмен түнде теңелген. Дәл осы күн шаттанады табиғат, ұзақ ұйқысынан оянады сәби бақ. Дәл осы күн жайына қап жауыздық, ізгі тілек, ізетіне бағынбақ. Күн шуағын төге түсіп мейірмен, қырын қабақ көкпен жерді теліген. Дәл осы күн жылқұстары оралып, Самарқанның көктасы да еріген. Ай қарашып, мәз өмірдің түндігін, шаттанатын, қуанатын күн бүгін. Дәл осы күн өкпе назды ұмытып, кешіретін ренжіткендер бір-бірін. Көңілі мәрт, арам пиғыл жимаған, жамандыққа дұспанында қимаған. Айналасын жасылдандырып тал егіп, аялаған, табиғатты сыйлаған. Табиғатты өз заңымен ойлаған, ардақтаған, ата салтын жоймаған. Жеті дәмнен көже жасап қазағым, осы күнді жыл басы деп тойлаған. Жаңа жылын мезгілімен қарсы алған, даналығына бүкіл әлем тамсанған. Бозбаламен бойжеткендер жиналып, Алтыбақан аясында ән салған. Үлкендерге сәлем беріп алдымен, дала төсін дүбірлеткен әнжірмен. Салтанаты табиғатпен үндескен, басымды ем ата салтқа мәңгімен. Оттан түспей қайнай берсін қазаның, топтан түспей жайнай берсін базарың. Құтты болсын берекелі мерекең, Наурыз жаңа жылың қазағым. Наурыздан наурызға төрт қара көзіміз түгел, басымыз аман, орымыз бүтін, жете беруімізді Алла нәсіп қылсын. Жыл жақсылығымен келсін. Осы жылымыз еліміз үшін де, бүкіл әлем үшін де тыныш, берекелі бір мамыражай жыл болғай, толағай табыстарға толы болғай. Жақсылыққа ниет еткен адамдардың барлығының жолы болғай. Әрдайым отбасыларыңызға ордаймыз ырыс бақыт ұяласын. Шаңырақтарыңыз шаттыққа шомсын. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Аман, сау болыңыздар.